Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өте пайдалы әрі тез дайын болатын витамин салатының рецептімен таныстыратын боламын. Ол үшін бізге сәбіз, салат жапырағы, қияр, көкпияз және сарымсақ қажет. Қиярымызды тура осы видеодағыдай етіп тураймыз. Қиярымыздың үстінен укроп, сарымсақ және көкпиязымызды жұқалап турап қосамыз. Bir dana қызанағымызды алып, жұқалап, турап, оны да осы қиярдың үстінен қосамыз. Салат жапырағын тура осы видеодағыдай етіп, қолымен үзіп саламыз. Сәбізімізді жұқалап, үккіштен өткізіп қосамыз. Үстінен демдеуіштерді қосатын боламыз. Тұз, қара бұрыш және зәйтүн майын, алма уксусын және лимон суын қосып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Осымен салатымыз дайын. Бұл салатты кешкі уақытта тамақпен бірге қосып жесеңіз, әсіресе балық жеген күндері, майлы тамақ, ауыр тамақ жеген күндері осы салатты қосып жесеңіздер, тамақты қорытуға көмектеседі. Ас болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.